Қызылорда облысы Шиелі ауданында қазіргі таңда мынау Жаңабаев Ғабит, Алмашева Ш деген кісілердің мамандарына және өздеріне айтатын мынау қоғамдық жұмыстың жаңа приказын қашан өткізесіздер, мен түсінбей отырмын. В общем, Құдайдан қорықпайтын адамдар екенсіздер. Ең болмаса телефонға да жауап бермей отырсыздар. Мына әкімнен звондаған диспетчер жағынан, Нәлібаевтың алдында отқан мына диспетчері. Ешқандай телефонға жауап бермей отырсыздар. Мынау Құдайдан қорықпайтын адамдар екенсіздер. Қаншама мына инвалид кісілер және кредит төлеу керек, үйі жоқ, квартирада жүрген кісілер сансырап, до того енді бір кісілер мақұл приказ жүрмесе де тегін істей берейік, мынау компанияға бармай осы жұмысты істейік деп қазір бір тиын төленбесе де жұмыс істеп жүр. Қазір бір кісілер көше сыпырып, жаңағы площадь тазалап. Мына ауданда сіздер облыста отырып алып ештеңе білмейсіздер. Ауданның тынысын. Сосын екінші мәселе айтатын. Айлық жағы қалай болады? Январь айыны полный төленбей ма сонда? Мен түсінбей отырмын. Қанша айлық қосылған туралы қағазда жіберген жоқсыздар. Не деген сұмдық, не деген масқара бұл? Балық басынан шірейді деп. Өзі облыстық жаңағы басшы болып отырып, осындай әрекетке барып отырсыздар. Екінші мәселе, редакция мәселесі бойынша айтқым келіп отыр. Редакцияда Сыр медиа деген жаңа бір отдел бар, және басқа да аудандарда жекеден ашылған, қазір газет тарататын келісім шарттар көбейіп кеткен жан-жақта. Соны президентімізге айтатын бір өтінішім бар. Соны Қазпоштаға аудару жөнінде, өткен себебі көшеде жүргенде жүре алмай қалдық. Газетімді алған жоқпын, сыр бойы өскен өңір вестиді алған жоқпыз, ешқандай газет алған жоқпыз деген айқай шудан көз ашпай қалдық. Осы мәселені бір жерге біріктіруге болмай ма? Өткен себебі жан-жақтан келісім шарт ашқандықтан Евразия пресс деген жаңағы филиал бар. Қызылорданың филиалы дейді. Сосын Сыр медиа редакцияның филиалы бөлек-бөлек болып кеткен. Бөлінгенді бөрі жейді деген бар ғой қазақта. Бөрі жеп жатыр міне. Не деген масқара, не деген сұмдық бұл? Келісім шартына Жаңақорған тынысы деген бар екен. Ояқта да бір жаңағы бөлім бар екен. В общем, келісім шарты тарақандай тарап кеткен. Бірақ газет дұрыс бармайды, бір-бірін кінәлау, жатқан айқай шу, азаматтық дау, қырғын шу, міне осындай болып отыр. Осыны бір жерге біріктіруге болмай ма? Қазпошта мекемесіне. Өткен себебі Сыр медиа менен Жаңақорған тынысы деген газет, сосын басқа да келісім шарт білмейтінде халық тіпті хабары да жоқ. Сондай келісім шарттар ашылған газет тарататын мекемелер бар, мысалы үшін. Печаттарын да білмейді, квитанциясын да білмейді. Сондай. Енді бір жерден Қазпошта мекемесінен жаңағы таратуға болмай ма ол газетті? Өткен себебі редакторлардың өз жұмысы да жетеді, материал жинау керек, басқа да жұмыстары жетеді, мысалы үшін редакторлардың. Ол редактор газет таратумен айналысса, редактор қағаз мақаламен айналысса, мен білмеймін қай жағын үлгереді, мен түсінбей отырмын сол жағын. Осы мәселені президенттің назарына ұсынам. Бір жерден тарататын қылып, Қазпоштадан тарататын қылып. Өйткені ата-бабамыздың бәрі Қазпоштадан хат алып, Қазпоштадан телеграм, газет, журнал алып, өлген жоқ, Қазпоштадан алды ғой. Осы біз бала кезіміздің өзінде Қазпоштадан газет күтіп алатын едік қой. Қазір Сыр медиа деген шыққан, Евразия пресс, Жаңақорған тынысы, в общем, біздің хабарымыз жоқ. Бір келісім шарттар ашылған. Ол қайдан таратылып жатыр ол газет? Қай жақтан келіп жатыр білмейміз ол. Осы мәселені қолға алып, тексеру жұмыстарын жүргізіп, подписка жағында қадағалап, шынымен ол жазылған ба, жазылмаған ба, оны да білмейді. Мысалы, кейбір кісілерден сұрасаң, білмеймін, жаңағы мектептен жазады, детсаттан жазады, жаңағы жұмыс орнына жазады, білмейміз қандай газетке жазылған дейді, мысалы.
сұрасаң қандай газетке жазылды деп, газет алған жоқпыз деген жағдайда. Ол өзінің қандай газетке жазылғанын білмесе, біз қайдан білеміз, мысалы үшін таратып жүрген. Оны барып білу керек, ол қандай, ол действительно ол сондай организация бар ма жоқ па. Өйткені қазір небір алаяқтық мәселелер туындап отыр ғой. Мынау газетке жазылдық деп жазылады, алайда ондай мысалы мекеме болмауы мүмкін, келісімшарт болмауы мүмкін, или болмаса жоғарыдан тіркелмеуі мүмкін. Мысалы сенім жоқ заман болып кетті. Осы мәселеге тексеру жұмысын жүргізіп, тек Қазпошта арқылы бүкіл газетті таратуға ықпал жасауды сұраймын. Президентке өтініш айтамын.